Фатиха сүресі Құран кәрімнің алғашқы сүресі әрі ең маңызды бөлімдерінің бірі. Бұл сүре мұсылман өмірінде ерекше орын алады, себебі әрбір намаздың әр рәкағатында міндетті түрде оқылады. Фатиха сөзі ашушы деген мағына береді. Яғни, ол Құранның бастауы, сондай-ақ мұсылманның дұғасының да бастауы болып саналады. Фатиха сүресі Мекке қаласында түскен. Ол пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбарға Алланың оған сәлемі болсын уахи арқылы келген алғашқы толық сүрелердің бірі деп есептеледі. Сүре бар болғаны 7 аяттан тұрады, бірақ оның мағынасы өте терең. Ғалымдар бұл сүрені Құранның анасы деп атайды. Себебі онда ислам дінінің негізгі мәні. Аллаға мадақ айту, оған ғана құлшылық ету және тура жол сұрау қамтылған. Фатиха сүресі тек намазда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі оқылады. Мұсылмандар бұл сүрені дұға ретінде шипа сұрағанда немесе Алладан көмек тілегенде оқиды. Көптеген хадистерде Фатиха сүресінің рухани пайдасы туралы айтылған. Ол жүрекке тыныштық береді, сенімді күшейтеді және адамды Аллаға жақындатады. Сүренің алғашқы аятында Алланың мейірімділігі мен қамқорлығы айтылады. Кейінгі аяттарда Аллаға мадақ айтып, тек оған ғана құлшылық ету керектігі көрсетіледі. Соңғы аяттарда мұсылман Алладан тура жол сұрайды. Бұл әр адамның өмірінде ең маңызды дұға. Өйткені тура жолда болу бақыт пен жақсылықтың негізі. Фатиха сүресі мұсылманның күнделікті өмірінде үлкен рөл атқарады. Намаз оқыған сайын адам осы сүрені қайталап Алладан көмек сұрайды. Бұл жүрек пен тілдің байланысын нығайтады. Сондықтан да Фатиха сүресі ең көп оқылатын сүре. Балаларға да ең алдымен осы сүре үйретіледі. Қорыта айтқанда, Фатиха сүресі Құранның жүрегі іспетті. Ол қысқа болғанымен мағынасы өте кең. Мұсылман әр күні осы сүрені оқып, Аллаға мадақ айтып тура жол сұрайды. Бұл сүре адамды сабырлы, сенімді және мейірімді болуға тәрбиелейді. Егер осындай пайдалы діни мәтіндер мен түсіндірмелер ұнаса, арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басуды ұмытпаңыз. Жаңа видеоларда Құран сүрелерінің тарихы, мағынасы және пайдалы кеңестермен бөлісеміз. Тіркеліңіз, қолдау көрсетіңіз және пайдалы ақпаратты жақындарыңызбен бөлісіңіз.